Қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің төрағалығымен өткен кезекті аппараттық мәжілісте аудан әкімдері мен бірқатар басқарма басшыларының қатысуымен қаланың әлеуметтік экономикалық және инфрақұрылымдық даму барысы талқыланды. Қаланың ішкі көшелерінде асфальт төсеу, жолдарды қалпына келтіру шаралары жүйелі түрде жалғасуда. Сонымен қатар халық қатынасын бюджет жобасы аясында жаңа ойын және спорт алаңшалары, гүлзарлар халық игілігіне берілуде. Жаңадан бой көтеріп жатқан тұрғын үйлерді электр энергиясымен қамтамасыз ету мақсатында 3 мекенжайда инженерлік инфрақұрылым құрылысы жүргізілуде. Көше қиылыстары мен жол жиектеріне раушан, қызғалдақ және бір жылдық гүлдер отырғызылып, көріктендіру жұмыстары жалғасуда. Отбасы аллеясы, этно жеңіс саябақтарында балалар ойын алаңдары орнатылып, пайдалануға берілді. Сонымен қатар Сейдолла Бәйтереков атындағы Гүлзарда, Алатау және Абай саябақтарында да балаларға арналған алаңдар іске қосылды. Су нысандарының жағдайын жақсарту бағытында да бірқатар жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда, Қошқарата өзенінің жағалауын абаттандыру, Кәусар каналының бірінші және екінші кезеңі, Ақсай Қарабастау каналы мен Ақжар су қоймасына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар каналдарда механикалық тазалау жұмыстары тұрақты түрде іске асырылуда. Мәжіліс қорытындысы бойынша қала әкімі жауапты сала басшыларына жұмыстардың сапалы әрі уақытылы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды.